Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңа пост адресін Pinduoduo'ға енгізетін боламыз. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіреміз. Профильға кіріп, ең астындағы мына адрестің геолокацияның значогын таңдап, мынау қызылды басасыздар, добавить казахстанский адрес дегенді. Pinduoduo жаңа пост сайтқа қалай енгізіңіз? Данныды тура осылай. Осы жерге де соны енгізіп шығасыздар. Аты жөні, телефон номер, облыс, қала, үйіңіздің, көшеңіздің несі, адресі и почтовый индекс автоматически шықса сол, если шықпаса өзіңіз енгізіп сохранить дегенді басасыздар. Достар, менің шапка профилімде жоғарыда сілтеме тұр, прямой. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Сол жерде толық видеолар бар. Тіркеліп, әр видеоларымды қарап, лайк, комментарий басып отырыңыздар. Өтініш сіздерден. Енді сохранить етіп басамыз. Бүкіл адресімізді, данныйымызды енгізгеннен кейін осылай бізде сохранить етіліп тұрады. Болды, енгізілді. Енді екінші мәселе, товар зат сатып алып жатқан кезімізде, например, мына товарға келейік. Любой товарды сіз сатып алып жатқан кезде, обязательно мынау сіз қызылды басасыз ғой, төлейін деп жатырмын деп. Сол кезде мына грузовиктің несі шығады, мына жоғары жақта. Жаңа пост деп жазылып тұр, соның ішіне кірсеңіз, осындай не шығады. Жаңа постта сізде осындай галочка тұру керек обязательно. 139 экспрессті таңдап қоймаңыз, сода галочка соған кетіп қалмасын. Бір зат сатылудың алдында осы галочкада тексеріп отырыңыз. Жаңа постта тұру керек ол. Әйтпесе товарыңыз басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Енді мынаны жабамыз. Үшінші мәселе. Мынау біздің профильға кіреміз. Грузовиктің ішіне кірсеңіз, мынау ақ кепка, например, менде уже сатып алынып қойған зат. Астында міне жаңа пост деп осылай шығып тұрады. Жоғарысында зат әлі Қытайдан шыққан жоқ, мен заказ берген. Ол қытайша жазылып тұр. Әлі Қытайдың складында деген сөз. Міне мына жаңа пост деген жаңа алынып қойған затына кірсек, осылай бір заттың историясы шығады осылай. Қытайдан шыққан, Қазақстанға жеткенге дейінгі мына жерден салынып жерді, мына жерге жетті, ана жерге жетті деген осылай уведомление сіздерге келіп тұрады. Рахмет баршаңызға.